Бүгін бізде 2 маусым 2024 жыл. Біз мына Алматы облысы Жамбыл ауданы Ақтерек ауылындамыз. Мынаны қараңыз, қаншама ешек десек те, есек десек те, мынау не үшін бағып жатыр, қалай мынау вообще сөзім жоқшы, мынаны көріп мен талып жатырмын. 2,5 мың дана есекті бағып жатыр екен Қытайлар. Көрдіңіздер ма? Елімізді арендаға алып алады да жерімізді. Мынау жоғарыда тұрған шенеуніктерге бір шемадан ақша әкеліп берсе болды, бұлар жерді былайша бере салады тегін сияқты. Сосын олар деген білген істейтін. Есекті асырап жатыр, есек көбейтіп жатыр, есектің етін олар жейді ғой. Сосын бізде қазақтар тек оны көлік ретінде қолданамыз. Ол есектің етін жейтін болғасын, мінекей елімізде тегін жер, тегін пайдаланып, мінекей есекті бағып, өліп жатқанына қаншама мінекей сасып, ол экологияға, адамдарға қандай әсерін тигізетінін өздеріңіз білесіздер, ауру туғызады. Біздің шенеуніктерге ол бәрібір. Себебі олар ақшасын алды, білген істеп жатыр елімізде. Көрдіңіздер ма? Сол сияқты міне кез келген шетелдің азаматы бір бизнесмен келеді да жерімізді пәленбай гектар жерді бір какой-то азмаған ақшаға алып алады арендаға, немесе сатып ала алса, сөйтіп өзінің заводын құрады, фабрикасын құрады, білген істейді. Ол жерде барып өзіміздің қазақтар өз елімізде өзіміз соларға жалшы болып жұмыс істейміз. Олар біздерді құл есебінде қолданып, сосын бізді әрі-бері жұмсайды. Сосын біздер арыз жазып, жаңағыдай үстерінен шағымданатын болсақ, сосын біздің шенеуніктер біздің арызымызды тыңдамайды. Оны өздеріңіз де көріп отырсыздар, мұнайшылардың мінекей арызданып шыққаннан, мынау көшеге шыққаннан мінекей 4 ай ма 5 ай болды, почти 6 ай болды. Сол арызын ешкім тыңдап жатқан жоқ. Себебі олар деген шенеуніктер ана шетелдік компаниялардан ақша алып қойды ғой. Сосын оларға тілі қысқа. Біздің халық өзіміз жерімізде өзіміз құл болып жүрміз десе қателеспейміз. Бұны басты тезірек тоқтатпасақ, біз бар ғой, келешекте мына жерімізден айырып қаламыз. Кезінде осында өзіміздің ата-бабаларымыз жаңағыдай найзаның ұшымен қорғаған осы жерді. Қазір бізде соны тегін беріп жатырмыз. Айналайын қазағым, ойланыңдар, ояныңдар. Мынау күнделікті тұрмыста сол той жасап, ішкен жегенге мәз болып жүре бермеңдер. Мынау бізге ешкім тиіспесе болды, соғыс болмаса болды, бәріне шыдаймыз деп шүкірлік қылып жүре бергенде болмайды. Себебі елімізді мынау айырып қалу қаупінде тұрмыз елімізден, жерімізден.